Жамбыл облысында Күреңбел ауылының маңынан Қарахан дәуіріне тиесілі ежелгі қалашықтың орны табылды. Археологтардың пайымдауынша бұл шағар біздің дәуіріміздің 11 ғасырына жатады. Қазба жұмыстары барысында табылған тарихи қамалдың мәдени қабатының биіктігі 3 метрге жетеді, ал аумағы шамамен 30 гектар. Әлкей Марғұлан атындағы археология білім ордасының кіші қырғыз жасағы зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Табылған артефактілер бұнда халықтың дәстүрлі мал шаруашылығымен қатар егіншілікпен де айналысқанын көрсетеді. Оны айғақтайтын 300-ден аса археологиялық қыш құмыра, керамика табылыпты. Ежелгі қоныстың орны 2024 жылы анықталғанымен, қазба жұмыстары 2027 жылы шілденің 2-ші жұлдызында басталған. Салыстырмалы түрде уақыты бүгінгі таңда жаңа керамикалардың шығуы салыстырмалы түрде қарағанымызда сол Қарахан дәуіріне, Қарахан мемлекетінің уақытында 11-12 ғасырларға жататыны белгілі болып отыр. Қазба жұмыстары осы айдың 2-сінен бастап жүргізе бастадық. Осы айдың соңына дейін жоспарланып отыр. Археологтардың айтуынша қазба жұмыстары кезінде табылған керамикалық бұйымдар өңірдің тарихынан мол мәлімет береді. Жалпы мұндай қыш ыдыстар оңтүстік Қазақстанның өзге аймақтарынан да кездескенімен, Талас аңғары мен Тараз өңірінен табылған жәдігерлердің өзіндік ерекшелігі бар. Олардың қатарында адам бейнесіне ұқсатып жасалған антропоморфты томарлар, түрлі сызықтармен өрнектелген қыш бұйымдар және 3 аяқты қазандар кездеседі. Қазба жұмыстарынан табылған материалдар, жалпы керамикалық материалдар оңтүстік Қазақстанда жалпы оның ұқсастары орталық Азияда кездеседі. Дегенмен де тек осы Талас өңіріне, Тараз округіне тән қыш ыдыстарда табылды. Мысалға айтатын болсақ, антропоморфты құмыра, адам бейнесіне ұқсас жасалған. Сонымен қатар сырлы ыдыстардың ішінде сызықты өрнектері бар, осы Талас өңіріне тән ыдыстар. Сонымен қатар ащылық мақсатта пайдаланған қазандардың ішінде 3 бұрыш тұтқалы қазандар кездеседі. Ол тек осы Талас аймағындағы ескерткіштерден көп табылған. Мамандар бір апта ішінде алғашқы кезеңді толық аяқтауды жоспарлап отыр. Айта кетейік, кейінгі жылдары Жамбыл өңірі археологиялық тұрғыдан ерекше назарда. Мұнда ежелгі өркениеттердің ізі мен отырықшы мәдениетінің дамығанын дәлелдейтін ондаған нысан анықталған. Бекзат Әшірбай, Елдар Түстікбай, Аңсар Тілепберген, Қордай 24 News.